Достар, баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай өте әдемі кешкі ас жасауға кеңес беремін. Жасалуы өте оңай және аз ғана еттен жасалатын осындай керемет әдемі тағам. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді біз ең бірінші қамырын жасап аламыз. Қамырына бізге ұн, су, жұмыртқа және де сұйық май қажет болады, және бір шай қасық тұз. Енді осылардың барлығын араластырып қамыр илеп аламыз. Барлық мөлшерін описанияға жазып қоямын видеоның астында. Содан көрсеңіздер болады. Жақсылап тұрып, енді ары қарай қолмен қамыр илейміз. Міне қамырымыз осындай болып шықты. Енді бетін 15-20 минутқа жауып қоямыз. Ендігі кезекте етін дайындап аламыз. Етті мясорубкадан өткіздім, және де 2 дана пиязды өткіздім. Енді үстіне кішкене зира қосып, тұзын, бұрышын дәміне қарай қосамыз, және де араластырамыз. Еттің мөлшерін барлығын астына жазып қоямын. Бұл еттің барлығы бұл тағамға кетпейді. Қазір видеоның барысында көретін боласыздар. Енді достар, міне қамырымыз тұрды. Қамырды енді жұқалап етіп жайып, ары қарай тағамымызды дайындап аламыз. Жасалу жолы өте оңай. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Егер де сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап қойудан ұмытпаңыздар, және де достарыңызға жіберіп осы видеоны бөліссеңіздер болады. Міне достар, осындай қылып жайып алдым. Енді дәл ортасынан 3 бөлікке бөлеміз, 2 жерден кесеміз. Осылай бізге ұзынша қамырлар қажет болады. Әдемі роза гүлдер жасаймыз. Осы видеодағыдай міне осындай көлемді етіп барлығын бөліп аласыздар. Міне осындай ұзынша қамыр шықты. Енді осының қазір бір жақ бөлігіне біз дайын болған етіміз саламыз. Тым қалың қылмайсыздар, орташа көлемде саламыз. Біздің гүлдеріміз әдемі болу үшін қатты қалың болса, ортасы барлығы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай жұқалап етіп жасаңыз жеткілікті. Енді осылай дәл осы әдіспен роза гүлін жасаймыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Өте әдемі болып шығатын әдемі гүлдер. Барлығын осылай жасаймыз. Бір гүлге бір үлкен ас қасықтай ғана ет кетеді. Дәл осылай міне әдемі болып, және де осы шеттерін жабыстырып қойсаңыздар болады, өйткені піскен кезде ашылып кетпес үшін. Енді қалған қамырларды барлығын осылай жасаймыз. Кешкі асқа өте әдемі идея, және де қонақтарға да осылай істесеңіздер болады. Өте әдемі, дәмді, және де етті аз мөлшерде қажет ететін осындай тағамның бір түрі. Жасап көріңіздер. Міне осылай барлық гүлдерді жасап аламыз. Міне достар, менде осыншама гүл шықты. Міне көріп отқандарыңызда еттің жартысы ғана кетті. Енді қалған жартысын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қалдырып қойсаңыздар болады. Мен осылай домалатып барлығын бетіне жасап жүремін. Менің балаларыма ұнайды осындай домалақ еттер. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Ең бірінші пияз турап, және де сарымсақты турап, барлығын қызып тұрған ыдысымызға майға қуырамыз. Көкөністерде менде картоп, сәбіз және де орам жапырақ, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тағы да қоссаңыздар болады, немесе жай ғана картоппен де істесеңіздер болады. Міне осылай кішкене ғана сұйық май құямыз қызып тұрған кастрюлемізге. Осылай пиязын қуырамыз. Пиязымыз қуырылғанша ең бірінші сәбізден бастаймыз. Сәбізді турап пиязға қосамыз. Өйткені сәбіз бізде көбірек піседі, сондықтан да ең бірінші сәбізді турап қосып жібереміз. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, осындай бөліктерге бөлсеңіздер әдемі болады. Міне пиязым қуырылып қалды. Енді сәбізді қосып, және де 2 ас қасық томатный паста қосамыз. Араластырып сәбізді қосамыз. Үстіне 1 кеседе су құйып, бетін жауып қоя тұрсаңыздар болады. Кішкене бұқтырылғанша біз орам жапырақпен картопымызды дайындап аламыз. Дәл осындай бөліктерге картопты барлығын турап дайындап қоямын.
Міне достар, біздің сәбізіміз кішкене қуырылды. Енді бетіне картоп пен орам жапырағымызды салып, араластырып, қайнағанша кішкене батып тұратындай етіп су құйып қоямыз. Қайнағанша тосамыз. Қайнағаннан кейін біздің роза гүлдерімізді бетіне қойып, асымызды ары қарай дайын болғанша пісіреміз. Міне достар, менің көкөністерім қайнады. Енді дәміне қарай тұзын, бұрышын дәмдеу үшін қосып, араластырып, сорпасының дәмін көреміз. Дәм барлығы жеткілікті болған кезде үстіне роза гүлдерімізді қойып, ары қарай 25-30 минутта пісіреміз. Тұзы барлығы жеткілікті. Енді гүлдерімізді қоямыз. Осындай әдіспен қатты бір-біріне жабыстырмаймыз. Араларын кішкене ашамыз. Өйткені біздің қазір гүлдеріміз піскен кезде көлемі кішкене өзгереді. Сондықтан да жабыстырмай салыңыздар. Енді жаңағы домалатқан еттерімді осылай арасына қосып жіберемін. Егер де ұнайтын болса, сіздер де осылай қосып жіберсеңіздер болады. Достар, міне біздің тағамыз дайын, өте әдемі болып шықты. Ешқандай бір-біріне жабыспай әдемі гүлдеріміз өзінің формасын ұстаған, өте керемет болып шықты. Енді ыдысымызға әдемілеп салып аламыз. Достар, міне біздің тағамыз дайын болды. Осындай әдемі кешкі ас өте дәмді болып шықты. Және де осы қонақтарға да жасап берсеңіздер болады. Аз ғана еттен осындай үлкен отбасыға жететіндей етіп тағамдауға болады. Осы видео сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, астына лайк, комментарий жазып, мені қолдап жүруді ұмытпаңыздар достар. Сіздерге ары қарайда осындай жеңіл әдемі тағамдарды салып тұрамын. Келесі видеода кездескенше достар, сау саламат болыңыздар.